Құрметті сот процесіне қатысушылар. Әлеуметтік желілерде іске мүлдем қатысы жоқ блогерлер мен басқа да азаматтар тергеу әрекеттері мен сот талқылау барысына қатысты жеке пікірін білдіріп, субъективті баға беріп жатыр. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Конституциясының 75-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот жүзеге асыратынын, сонымен қатар сот төрелігін жүзеге асыру жөніндегі сот қызметіне қандай да бір араласуға жол берілмейтінін және ол заңда белгіленген тәртіпте жауапкершілікке әкеп соғатынын есіктеріңізге саламыз. Іс қаралып бітіп, үкім шығып, ол заңды күшіне енгенге дейін сот процесін түсіндіруге, әсіресе оған құқықтық баға беруге жол берілмейді. Сот іс бойынша барлық мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеуге, айыптау мен қорғау тараптарының дәлелдерін тексеруге міндетті. Істі қарайтын судья тәуелсіз әрі объективті болуы, істің нәтижесіне жеке мүдделілігі болмауы және мүдделі тараптардың ықпалына түспеуі тиіс. Сот тек заңға сүйене отырып, бейтарап төреші ретінде әрекет етеді. Қазіргі уақытта іс сот тергеу сатысында қорытынды үкім әлі шығарылған жоқ. Сот шешімді тек қана объективті, даусыз дәлелдер негізінде қабылдайды. Үкім шыққанға дейін сотқа қысым жасауға, негізсіз және дәлелсіз сын айтуға жол берілмейді. Іске қатысты субъективті пікірлер таратуға болмайды. Бұл кейбір жағдайларда сотқа қысым жасау әрекеті ретінде бағалануы мүмкін. Сот жүйесіне құрмет көрсету және сотқа деген сенім құқықтық мемлекет пен әділ сот төрелігінің негізі болып табылады. Осыған байланысты блогерлер мен басқа да желі қолданушыларына арандатушылық сипаттағы әрекеттерден аулақ болуға шақырамыз. Сот процесі ашық түрде өтіп жатыр және сот объективті әрі негізделген үкім шығаратынына кепілдік береді. Рахмет. Сот бейне жазуларды зерттеуге жалғастырады. Қоссаңыздар. Құрметті сот. Осыған байланысты өтініш хат білдірсем деп едім сізге. Сот отырысы басталмай тұрып, сіз бұқаралық ақпарат өкілдеріне сот отырушыларды түсірмеу керектігін ескерткенсіз. Алайда қорғауымдағы Дархан Аскентайдың бет бейнесі интернет желісіне тарап, көптеген жағымсыз сөздер орын алуда. Тергеу кезіндегі жабаулы бейне таспасын Дархан Аскентайдың бет-әлбетін монтаждамай бүкіл қазақ халқына көрсеткен болатын. Сіздің назарыңызға ескерту жасауын сұраймын, қарама-қарсы отқан операторға міне. Жоқ, ол былай мен сізге түсіндіріп өтейін. Алдын ала тыңдау сот отырысында бұл сұрақ қойылған. Сотталушыларға қайсыларын бейне жазуға түсіруге болады деп көрсетуге. Сол кезде 4 сотталушы ғана айтқан болатын, бізді көрсетпеуіңіз сұрайым деп. Қалған сотталушылар, соның ішінде Аскентай, олардың бет жүзін көрсетуге қарсылық білдірмеген. Сондықтан сот, ол сот тергеу кезіндегі бейне жазбалары, басқа сотталушылардың, қарсылық білдірген сотталушылардың қатысуынсыз өткізілген бейне жазбаларды сот көрсетуге шешті. Түсінікті, рахмет. Рахмет. Аскентай дұрыс қой? Сіз қарсылық білдірмедіңіз ғой көрсетуге. Отыра беріңіз.